Чё там, пацаны? Дәлім бой уақыт өтіп кетті негізі бар ғой, осы частьтан бастап. Потому что уақыт болмады вообще. Істегенге істедім, бірақ бір-екі нәрсесін істейсің, одан қалады, одан потом тағы бір-екі нәрсесін істейсің, соң қалады. Соң мынандай результатқа жеттік пока. Міне мынандай болып тұр, алдындағы стекловолокноның бетін біраз наждақтадым, түзедім. Бетінен шпаклевка жақтым. Байқасаңыздар. Шпаклевка до конца наждақталған жоқ енді. Пока осылай да пойдет сияқты негізі. Қазір мына жеріне креплениялар істеу керек. Алдында көрсеттім креплениялар сынып кетті. Стекловолокномен бұл жерге келмейді енді, бұл жерін ұстата алмайсың. Сондықтан мына сияқты қаңылтырдан жасап алдым мындайына. Мынау үшін примерно былайынан тұрады ғой. Былайынан. Қазір жерді тесеміз, заклепкілейміз. Содан кейін крепление болады осындай үшін. Мына жерде болғанға бір. Қазір өкінішке орай менде стабилизатор бар ғой, держатель. Зарядкасы бітіп қапты, зарядкаға қойып қойдым. Пока что енді қазір өзім істей салам, сверлитетем, ең кішкентай сверломен. Потом заклепкілеп істейміз. Көрсетемін результатын потом. Пацаны, короче, мынандай крепление болды. Не. Ормашына пока жоқ, болған кезде мына жерлерін бәрін, артықтарын бәрін қайрап тастаймын. Қазір бізге полностью жуу керек. Полностью жуу алу керек те. Праймер деген пластикке арналған грунтовка бар, прозрачный. Сонымен беру керек, одан бетіне қалыңдатып отырып мына жерде. Серый грунт бар, 5:1 деген қою. Сонымен беру керек, одан кейін барып, қара краскамен беріп, бетін лақтап салу керек, соны болды. Праймер для пластика деген осындай болады. Сұйық лак сияқты нәрсе. Осыны бірінші себеміз қаз. Екінші слой. Енді грунтовка акриловый 5:1 деген қою грунт, серый. Соны себеміз. Бірінші слой бітті, енді қазір бір 5 минуттан кейін екінші слой қалың қылып отырып себетін боламыз. Ал енді екінші слой. Екінші слой осымен бітті, екі слоймен тоқтаймыз деп ойлаймын, себебі кішкентай тесіктердің бәрін бітеген сияқты болды. Немесе қазір біраз уақыттан кейін үшінші слой пере саламын, егер ұнамай жатса, біраз кепсін, сосын көретін боламын. Енді қазір қараға бояймыз. Краска бояйын.
Осымен болды, енді қазір үстінен лакпен береміз. Құрметті достар, видео соңына келіп жеттік, және де полды неге лактап болғаннан көрсетпеді десеңіздер, Rox қалай барлығы бітеді, сол кезде сіздерге барлығын толық дұрыстап жақыннан көрсететін болам. Солай қызығырақ, солай дұрысырақ болады деп ойлаймын. Және де келесі видеода біз осы краскілеген пластиктің бәрінің құлап қалған жағдайда қалай сырып алмас үшін не істеу керек? Ол үшін пэк істеу керек, әрине сол пэкті қалай жасау керек, қалай дұрыс жасау керек, соның бәрін түсіндіретін болам, көрсететін болам. Сондықтан каналға жазылып, лайк басып, және де видеоны жіберіп алмас үшін колокольчикті басып, сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтем, сондықтан сау болыңыздар. Рахмет, видео соңына дейін көргендеріңіз үшін. Headshot with the stainless, blow their mind, now they brainless. Dreams of being on stages, damn the shit's outrageous. I can see all of the changes, everything coming in phases. Last year I was nameless.